Балалар, арқамызда емі микробтар жүретінін білеміз ба балалар? Иә. Сондықтан да балалар, микроб болмау үшін біз үнемі арқамызды не істеп жүруіміз керек? Дұрыс айтасыз, жуып жүруіміз керек. Қай кезде жууымыз керек? Қай кезде жууымыз керек? Дәле? Ояп келген. Дұрыс айтасыздар, иә? Біз қолымызды жумасақ, не істеп қаламыз екен? Қолымызда микробтар алып қаламыз екенді. Сондықтан да қазір балалар зертханалық жұмыс жасаймыз да балалар, қолымызда кірі болып қалыпты да, қолымыздағы микробтар қолымыз жумағандықтан дейді, қолымыз жумағанда қолымыз не істеп қалады екен? Микроб болып қалады. Сол микробтарды көру үшін біздер қазір зертханалық жұмыс жасаймыз, балалар. Кір болған жағдайда қолымызда микробтар қандай болады екен, барлығымыз қазір көреміз соны. Мына қолымызда қараңдаршы, мына ненің суреті балалар, қараңдаршы? Қолымыздың суреті, осы қолымыздағы микробтарды көру үшін біздер не істейміз? Көреміз, бәріміз қарайық, мына құтыдағы суға салып қараймыз, балалар. Қазір қарайық, кел қарай қояйық. Қараңдаршы, қараңдар мені, жақындап тұр. Мына қараңдар. Көрдіңдер ме мені? Қандай не көріп тұрсыңдар сендер әлі? Микроб, міне, микробты сол кетіру үшін біз қолымызды не істеуіміз керек, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Немен жуамыз қолымызды? Сабынмен жуамыз керек. Жақсы, түсінікті ма балалар? Түсінсек, онда жарайсыңдар. Мына балалар? Қандай екен, көрдіңдер ме? Микробтар қандай микроб болатын? Анақанымызда? Көрдік пе? Сондықтан да қолымызда немен істеп жүруіміз керек? Жуып жүруіміз керек. Қарайсыз, келесі біздің зертханалық жұмысымыз. Мына не балалар? Микроб. Ненің суреті мынау? Қолымызда не бар екен балалар? Микроб. Дұрыс айтасыңдар. Осы микробты біз немен кетіреміз балалар? Сабынмен, сумен. Дұрыс, сабын, сумен. Мына сендердің алдарыңа мен қара сабын берем. Осы сабынымызды қолымызды суға сулап аламыз. Кел, мына құтыдағы суға сулай қойыңдар балалар. Мында сулай қойыңдар, сабындай қойыңдар. Қазір кесіндіріп сабынмен осы қолымыздағы алақанымыздағы микробтарды кетіреміз. Жуа қойыңдар. Микробтар кетіп жатыр ма балалар? Сондықтан да не істеп жүруіміз керек екенбіз қолымызды? Жуып жүруіміз керек екен. Қолымызда микробтар кетті ме? Жарайсыңдар балалар. Сондықтан да қолымызды үнемі немен жуып тұруымыз керек екен балалар? Сабынмен, сабындап жуып жүруіміз керек екен. Жарайсыңдар балалар. Жарайсың. Кір алақаның қандай болатынын қарайық, қараңдаршы, кір алақаң қандай болады екен. Қараңдар, қандай болады екен. Қандай болып қалды, қараңдаршы балалар, алақанымыз. Қандай, таза ма лас па? Лас, осы алақанымызды таза ұстау үшін біз не істейміз? Таза ұстау үшін не істейміз біз балалар? Дұрыс айтасыңдар, қолымызды біз не істеуіміз керек? Жууымыз керек. Немен жуамыз қолымызды? Сумен, сосын сабын. Дұрыс айтасыңдар. Енді осы қолына құтыдағы сабынға қолдарыңды жуа қойыңдар. Батыра қойыңдар. Батырыңдар. Бүйтіп саусақтармен батырыңдар. Сосын ана алақанды жуыңдаршы, алақанды жуа қойыңдар. Қандай болып балалар, қараңдаршы? Тап-таза болды екен, дұрыс айтасыңдар. Ой, жарайсыңдар. Сондықтан да не істеп жүруіміз керек екен қолымызды? Жуып жүруіміз керек екен. Немен жуады екен балалар қолымызды? Сабынмен. Сондықтан да қолымызды не істеп жүруіміз керек? Үнемі сабынмен жуып жүруіміз керек екен. Ағзамызға микроб түспеу үшін де балалар, жақсы. Жақсы. Түсінікті ғой да балалар, балалар, зертханалық жұмысымыз ұнады ма? Енді естеріңде болсын. Үнемі қолымызды не істеп жүруіміз керек екен? Жуып жүруіміз керек деді. Микробты өлтіру үшін, сондықтан да қолымызды үнемі жуып жүруіміз керек. Қолымызды жумасақ не болып қаламыз? Микроб болып кетеді, сосын тағы да ауырып қаламыз да. Осыны есімізге не істейміз? Сақтап жүруіміз керек екен. Жақсы балалар. Рахмет сендерге.